Менің балалық шағымнан тағы да бір оқиға есіме түсті. Әр жас сайын мен үлкен әпкеммен ауылға әжемнің үйіне келетінбіз. Әдеттегідей көп достарымыз әңгімелестік, жүгірдік, ойнадық. Көрші үйде Клавдия есімді әже тұратын. Ол әрдайым үйінен шықпайтын. Адамдардың және әжемнің айтуынша, оның көзі нашар. Клавдия әже ешкіммен сөйлеспейтін, араласпайтын. Ал біздер соны сүмсіктігін араласып, үстінен күлетінбіз. Ол кісі туралы қауесет тым көп еді. Оны келемештеп, күлген, жамандаған адам әрдайым жамандыққа душар болатын. Бірақ мен бұған сенбейтін едім. Бірақ та біреудің аяғы сынып, бірі арғы дүниеге аттанғаннан кейін мен бұған толықтай сендім. Ал бұған күні кеше ғана көзім жетті. Біздің досымыз Клавдия әженің үйіне тас лақтырды. Ол кісі оны көріп тұрып үндемеді. Ал келесі күні ол досымыз мәңгілік сапарына аттанды. Мен қатты қорықтым. Әпкеммен бірге қалаға қайтқым келді. Ал бүгін менің әпкем, мен қатты жыладым. Одан кейін мені ата-анам алып кетті. Енді мен мүлдем ауылға келмеймін.